Әрбір адамның өмірі айтылмаған сыр, жазылмаған жыр, оқылмаған кітап. Ойнап жүріп от басқан. Арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Айбол мен Медеттің мінездері жер мен көкте еді. Медет тым қатал, қатты, сараң болса, Айбол ашық, көңілді, түсінігі мол жан. Айбол балаусаны құлай сүймесе де жылы тартатын. Айбол балаусаны пәтеріне шақырып, кезекті кездесуін ұйымдастырды. Өткен жолғыдай әдемі әуен, әдемі дастархан балаусаның көңілін көтерді. Бұл жолы әуенді Айбол өзі қосып, қызды вальске шақырды. Бәрі керемет үндесіп келе жатқан сәтте, балаусаның ойына Меде өмірін тас талқан еткен қара түн түсіп, Айбол, әуенді өшірсең, басым қатты ауырып кетті, деп диванға отыра кетті. Мазасы болмаған соң, балаусаның өтінішімен Айбол қызды үйіне жеткізіп салды. Түнімен көз ілмей ойланған балауса, болды, бәрі артта қалды, енді жасымау керек, ең бастысы Айбол бар, деп өз-өзін жігерлендірді. Таң ата көз шырымын алып суға түсіп, гардеробындағы ең сәнді киімін киіп сабаққа жинала бастады. Жаман ойлармен басын қатырмауға, балауса үйден шығарда өзіне өзі уәде беріп, жұпар аңқыған әтірін зебіне үйден шықты. Айбол балаусаны шынайы сүйе алмады. Мінезі жеңіл қызбен тек уақыт өткізіп өзінің көңілін көтерді. Айболдың сезіміне сенген балауса өзінің жүкті екенін 2 айдан соң білді. Бұл жаңалыққа Айбол мүлде қуана қоймады. Қайта ат тонын ала қашып, балауса, қайдағы бала? Мен әзірге үйленбейтінімді жақсы білесің. Мен сені қинаған жоқпын, бәріне өзара келістік. Одан да баланы алдырып таста, ақша жағын өзім көтеремін. Деген Айбол беймарал темекісін тұтата бастады. Көзі атыздай болып шарасынан шығып кетердей болған балауса, Айбол, сен маған басқалай уәде беріп едің ғой? Сүйемін деген сөздерің жалған ба сонда? Мен ойыншықпын ба әлде? Деп бетін баса жылай түсті. Жігіт қыздың бұл сөздеріне мән бермей, қалтасындағы әмиянды шығарып, шытырлаған ақшаның біраз бөлігін стол үстіне қойып жатып, мынау ақшаға барып баланы алдыр, қалған бөлігін өзіңе жұмсарсың, деп сыртқа шықты. Балаусаның көз жасы көл бола, өзінің ойнап жүріп от басқанын енді білді. 3-ші курсты енді ғана тәмамдаған балаусаның уайымы күн өткен сайын ауырлай берді. Не болса да Шынармен ақылдасып, ішіндегі шерін ақтаруға балауса құрбысына келді. Шынар балаусаның бар жағдайын естіп, енді не істейсің, баланы алдырасың ба? Деп балаусаға сұрақты жаудыра бастады. Жылай-жылай көзі булығып іскен балауса, алдырмағанда босанады деймісің? Жұртқа күлкі болып, оқуды да әлі аяқтамадым. Ата-анам естісе не болады? Деп ойындағысын айтты. Көп ұзамай балауса баланы алдырып, оқуын да одан әрі жалғастырды. Уақыт зымырап, соңғы курсты тәмамдап дипломын алды. Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деп, балауса өзіне көңілі ауған тағы бір жігітпен жұп болып жүре бастады. Асхат Айбол сынды бай болмаса да, балаусаға көңілі ерекше. Қалада құрбыммен жұмыс істеп жатырмын деп үйіндегілерді сендірген балауса, Асхатпен ерлі зайыптыларша бір пәтерде тұра бастады. Асхат балаусаны шынайы жақсы көре бастады. Бірақ қызға өз ойын ашық айтып үйленуге ұсыныс жасағанымен балауса асықпады. Некеге тұрмаса да, өзінің қазіргі өмірі балаусаға ұнайтын. Асхаттың жиған бар ақшасы таусыла бастаған соң, балауса бұл пәтерден кеткенше асықты. Шынармен бөлек тұрамын, жұмыс жасаймын деген сылтаумен Асхаттың пәтерінен көшіп, құрбысының қасына келді. Өзі оқуды біткен бойда жұмысқа орналасқан Шынар, балаусаның анда бір, мұнда бір көшкенін аса жақтыра қоймады. 3 күн сыйлап құрбысына, балауса, бүйтіп жүре берсең өзіңе кейін тым қиын болады. Еркектің ойыншығына айналып кеткеніңді өзіңде сезбей қаласың, деп барынша балаусаға достығын айтты. Бұл сөзді көңіліне алып қалған балауса, таң ата киімдерін жинастырып, қолына чемоданын ұстаған күйі Шынарға бір ауыз сөз айтпастан тайып тұрды.
Шынардың үйінен кеткен соң, балауса қалтасында ақша қалмағанын байқап, соңғы тиынымен ауылға жетіп алды. Анасы қызының азып жүдеп қалғанын көріп, «Қала мүлде жақпапты саған, азып кетіпсің, ауылда біраз болып жақсы тамақтан», деп қызы үшін жаны қалмай барады. Ауылға келген соң, балауса қалада өзінің осы күнге дейін ақымақ болып келгеніне қатты өкінді. Ендігі ойы өткен өмірінің барлық парақтарын жауып, бәрін қалада қалдырып, жаңа өмірін ауылда бастағысы келді. Ағасы Абзал үйленіп жеңгелі болған балауса, ағасы үшін қатты қуанды. Үйлеріне келін түсіп, анасының да қолы ұзарды. Жеңгесі Лашынның тірлігі мен қылығына қызыққан балауса, бір күні өзі де осындай келін атанып, бақытты болуды армандады. Ойнап жүріп от басып, аузын күйдіріп алған балауса, өткен қателіктерін жуып шайғысы келіп тәубесіне келді. Жүрегі Аллаға жақын болып, бірден намазды да бастап кетті. Жүрегі иманға келгелі, балаусаның жүрегі де тынышталып, бұрынғы түсінігінен қазіргі түсінігі әлде қайда жоғары болды. Намаздан кейінгі әр дұғасында өзін түсінетін ер азаматты жолықтыруды Алладан шын тіледі. Шын жыласа соқыр көзден жас шығар деп, балаусаға иманды, ақылды жігіт жолықты. Исламның әйелі бірнеше жыл бұрын қайтыс болып, артында бір қыз қалыпты. Балауса ол жігітпен асханада танысқан. Ислам екеуі бір-бірін түсініп, сезімдері жарасып шаңырақ құрды. Басында исламға тұрмысқа шығуға қыздың ата-анасы қарсы болғанымен, артынша балаусаның шешімін қолдады. Өзінің қателігінен дер кезінде сабақ алып тәубесіне келіп, исламдай түсінігі мол жанға тұрмысқа шыққанына балауса өте бақытты еді. 4 жасар Сәбинаны өз қызындай қабылдап, оған шынайы мейірімін төкті. Өзі де Алладан ана бақытын тіледі. Соңы. Арнама тіркелмеген болсаңыз, лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз.